Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақша Таро YouTube каналының көрермендері. Бүгін мерген жұлдыз белгісінде туылған жандардың қараша айына арналған жорамалын назарларыңызға ұсынамын. Қараша айында қандай жағдайлар, не болады, сол туралы қысқаша 5 карта шығару арқылы айтатын боламыз, әдеттегідей. Білесіздер, ай сайын солай болады. Енді сіздерге кішкене ғана хабарландыру айтқым келеді. Сұрақ десе де болады. Бізде алдағы уақытта 2024 жыл келе жатыр, аз ғана уақыт қалды, білесіздер. Сол 2024 жылдың жорамалын, яғни 12 айына бір картадан шығару арқылы 24 жылдың жорамалын жасағым келіп отыр негізі. Егер сіздер қаласаңыздар, сіздерге керек болса, және де оны мен YouTube каналға шығармаймын, Telegram каналға салатын боламын, және ол Telegram каналдан көру өзінің талаптары бар. Егер көретін адамдар болса, көрем деушілер болса, менің Instagram парақшама жазсаңыздар болады. Instagram парақшамның сілтемесі осы видеоның астында көрсетілген. Барлық видеоның астында менде Instagram парақшам сілтемесі көрсетіледі. Қазақша Таро деп жазсаңыздар шығады. Вот сол жерде жазасыздар. Ал енді бастайық. Қараша айы мерген жұлдыз белгісі. Бірінші карта, екінші карта, үшінші карта, төртінші карта, бесінші карта. Ал 5 карта шығардық, енді осыларды ашып көреміз. Өте керемет карта шықты, өте керемет. Сіздерде мерген жұлдыз белгісіндегі жандар сіздер үшін ай өзінің бір ерекшелігімен басталайын деп тұрған секілді. Яғни өзгерістермен. Бұл карта тікелей өзгерісті білдіреді, және де өзгеріс ол 180 градусқа дейін. Өміріңіздің қандай бағыты, қандай саласы болмасын, мысалға біреуіңізде жеке өмірде, біреуде жұмыста, біреуде тұрғылықты жерінде өзгерістер болуы мүмкін. Мысалға, қонысын ауыстыру, тұратын жерін ауыстыру, үй сатып алу, немесе жұмыс ауыстыру, басқа қалаға кету, немесе сүйікті жанын ауыстыру. Енді сүйікті жан болғанда жеке өміріндегі белгілі бір өзгерістер, біреумен ажырасу, немесе біреулермен қосылу, немесе кездестіру өзінің өмірлік жарын, немесе үйлену, той жасау, балалы болу, статус өзгеру, яғни қай жағынан болмасын өзгеріс. Бұл статустың да өзгерісі өмірдің бұрынғыдай болмайтынын көрсетеді. Яғни белгілі бір үлкен өзгеріс болады кейбір адамдарда, немесе сол үлкен өзгерістің бастамасы осы айда басталатынын көрсетеді. Жалпы, және ол өзгерістер жақсы жаққа қарай. Себебі карта өте сәтті карта, сәттіліктің картасы, өзгеріс, яғни табиғи түрде өзгеріс. Сіз оны қаласаңыз да, қаламасаңыз да заңды түрдегі өзгеріс еді. Солай болады. Сәтін салып тұр жағдай солай болуына. Және де тек сол бергенді нәрсені, тағдырдың бергенін қабыл ала беріңіз, күліп артық кедергі келтірмей. Және бұл жерде мүмкіндіктер, яғни сіздің өміріңізді өзгертуге деген мүмкіндіктердің туындауы, сіз берілген мүмкіндікті қаншалықты деңгейде пайдалана аласыз, соған да байланысты. Мысалға, сіз толыққанды пайдалана алатын болсаңыз, онда өміріңіз тым қатты өзгеруі мүмкін. Ал енді жаңағы өзіңізді тежеп қалсаңыз, онда шамалы кедергілерге ұшырайтыныңыз көрінеді. Енді тез арада өзгеріс, тез арада жетістікке жету, тез арада көтерілу, қызметке көтерілу, жұмысқа тағайындалу, немесе бір жұмысқа тұру, немесе мүлдем бұрын айналыспаған тірлікпен айналысу, көтеріліс, яғни көтерілу.
карьерада көтерілу, күтпеген жерден болады барлығы, иә, мүмкіндіктер. Және денсаулығыңызға келетін болсақ, денсаулығыңызда да жақсы жағдайға қарай, жақсы жаққа қарай өзгерістер болады, мүмкіндіктер туындайды, жақсартуға барлық жағдай. Енді қараңыздар, бізде бірінші карта сондай керемет деп қуандық, бірақ екінші карта өкінішке орай болып тұр. Не себепті бұл сондай болды делік, иә? Енді барлық картаны ашқаннан кейін көреміз енді оны. Бірақ енді мына карта вообще нені білдіреді? Бұл карта мүмкін мынау айдың басында сондай бір мүмкіндіктер туындайды, күшті болады, иә. Мынау айдың ортасында осындай бір жағдайға душар боласыз. Бұл мысалға адамда бір күшті болып келе жатады, бір бац и что-то не то, иә. Бұл ненің себебі? Себебі бұл басқа адамдардың тарапынан келетін сізге зияндықтар. Мысалға, көре алмаушылық, сізді талқылау, сізді жеу, иә, мысалға жегідей жеу, сізге әкелетін олардың уайымы, мысалға ол кез келген адам болуы мүмкін. Ол жақын, прям қатты жақын адамыңыз болуы да мүмкін. И алыстау жаңағы мүлдем жақын емес адам болуы да мүмкін. Мысалға, отбасыңыздағы болатын болса, мүмкін сізді белгілі бір жағдайлар отбасыңызда ренжітеді, көңіл күйіңізді түсіреді, көңіліңізді қалдырады, иә, жақындарыңыздың біреуі. Или болмаса, жаңағыдай сырттағы, мысалға, жұмыстағы адамдар, сіз қанша көмектескен, сіз сондай бір жақсы жылы жүзбен қараған адамыңыз сізге сондай бір опасыздық жасап кетуі мүмкін. Сондықтан да белгілі бір дүниелер сізге бір ауыртпалық әкелетін көрсетеді. Сіз уже ол адамнан көңіліңіз мүлдем қалады, немесе сондай бір жағдай болатын болса, сол жағдайда көңіліңіз қалады. Яғни артық уже қарсылық көрсетуге мүлдем шамаңыз жоқ, тіпті қаламайсыз да сіз. Себебі қалай әрекет ететініңізді біліп тұрған жоқсыз, иә. Енді бұл карта вообще бітеді. Мысалға, біреулерде мысалға мынандай болуы мүмкін. Отношения, қарым-қатынас, и қарым-қатынасы сіз ұстадыңыз, создыңыз, иә. Прям сақтап қалғыңыз келді, бірақ ол қарым-қатынас сақталмайды. Содан сіз уже әрғарта күресуге мүлдем шамаңыз жоқ. Сіз уайымдамаңыз, потому что мына карта, если сіз уже все бітті дейтін болсаңыз, мына карта сізде тағдырдың сізге қарай керемет дүниесінің бар екенін, бірақ сіз әлі оны мүмкін көрмей тұрсыз, білмей тұрсыз, иә, сезінбей тұрсыз, бірақ сондайдың бар екенін есіңізден шығармаңыз. Бұл қашып құтыла алмайтын дүниенің соңы, яғни соны білдіреді. Біреулерде жаралану қаупі бар, сондықтан өте мұқият болыңыз денсаулығыңызға, иә, көлікте, жолда, тағы бір дүниелерде, острый жаңағы қиып кететін, кесіп кететін дүниелермен жұмыс жасайтын болсаңыз, иә, өте мұқият болыңыз, травма алудан, сондай бір қауіптер бар. Және бұл жерде бір нәрсенің бітуі, аяқталуы, сіз бұрынғыдай болмайды өміріңіз. Вот сізде бұл айда точно өзгеріс болады, және бұрынғыдай өміріңіздің болмайтынын көрсетеді. Және де тағы айтатыным, біреу сізді тонап кетіп, сізде бір ауыр дүниелер жасауы мүмкін. Сондықтан өте мұқият болыңыз. Басқа адамдарға сенуге болмайды. Басқа адамдарды өзіңізден алыстау ұстағаныңыз дұрыс. Сеніміңізге кіріп алмасын. Өйткені жағдайды өзгерте алмайсыз, жағдай бітті, өзгермейді. Агрессия, яғни қатты ашуланудан, қатты күйзеліске түсіп кетуден сақтаныңыз. Біреуге қатты сөйлеп те қоймаңыз. Өзіңіздің ашуыңызды барынша басуға тырысыңыз, басып отыруға. Келесі карта. Енді қараңыз, бұл жерде жалпы сізде кез келген істе, кез келген дүниеде шамалы тоқтап тұру болады. Ол тоқтап тұру, ол мүмкін бір үлкен өзгерістердің алдында болып тұрған кішкентай бір тыныштық шығар, иә. Вот солай сезініңіз, солай түсініңіз. Себебі бір ақшаларда кешігулер, белгілі бір процестерде шамалы тоқтаулар, белгілі бір дүниелерде
алдыға жүрмей жатыр, яғни сіз қанша қаласаңыз да болмай жатыр. Күту режимінде сіз мүмкін жұмыс күтіп отырсыз, мүмкін бір адамды күтіп отырсыз, жақыныңызды, мүмкін біреулермен кездесуді күтіп отырсыз, немесе біреудің келісімін күтіп отырсыз, иә. Қандай болмаса бір жерден хабар күту, ақша күту, кешігулер, ақшаның кешігуі түспей жатыр, иә. Вот сондай сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Уақытша әрекетсіздік жағдайында боласыз, бірақ ол сізге күту сізге өте ауыр тиіп отыр. Сіз күткіңіз келмейді, әрекет еткіңіз келеді, бірақ дегенмен әрекет еткенмен де ешқандай нәтиже болмайды. Себебі бұл уақыт өз сондай кез, уақыт, иә, сондықтан да тек күтуден басқа амал жоқ. Болды. Біреулердің тарапынан сатқындық байқауыңыз да мүмкін, иә. Немесе сізді итеруді байқауыңыз мүмкін, немесе сізді басқысы келу, сізді көре алмаушылық деген сияқты. Потому что сіз өте жарық тұлғалардың қатарына жатасыз. Себебі жарқын, иә, жарқын. Себебі бірден көзге түсетін, сондай көңілді орта жағдай жасай алатын, сондай көңілді орта жасай алатын жандардың типіне кіресіздер да сіздер. И сондайларыңызды, сондай неңізді әрекетіңізді мысалы кейбіреулер ұнатпауы мүмкін, кейбіреулер көре алмауы мүмкін, иә. Жарқындығыңызды, немесе барлық адамдардың сізге ұмтыла беруін көре алмайтын адамдар да бар шығар. Вот сондай адамдардан шамалы байқап, сондай адамдар сізге кедергісін келтіруі де мүмкін. Барлығы бәрі өте жай жүреді, және мүмкін ол жақсылыққа, иә. Жай жүргені жақсылыққа, сіз қатты бір нәрседен кетіп қашып құтылғыңыз келеді мүмкін, бірақ одан болмай жатыр. Тез кету болмай жатыр, бірақ ол да жақсы шығар, ол да дұрыс шығар. Енді қараңыз, мына карта бойынша сізге кез келген кездескен адам, сіздің туысқаныңыз немесе сіздің жақыныңыз, или болмаса алыстағы адам болсын, ол адамға сенуге болмайтын көрсетеді. Кез келген адамға сенуге болмайды. Потому что бұл карта үлкен бір жалған дүниенің бар екенін көрсетеді, үлкен бір күмәнді дүниенің бар. Мысалы, сіз егер біреумен кездесетін болсаңыз, біреумен танысатын болсаңыз, ол адам өзінің өткенін сізге айтпай тұр, өтірік айтып тұр, дұрыс айтпай тұр. Я, ол адамның сізден жасырған дүниесі бар, бір қараңғылықтан келген сияқты ол адам. Сондықтан да мұқият болыңыз, мұқият. Жұмысқа орналасу болса да, я мысалға жұмысқа орналасу болатын болса, ол кезде сізде ол жұмыс туралы сіз дұрыс әлі информация білмейсіз, ақпарат жоқ сізде. Содан сізде бір толығымен картина көрініп тұрған жоқ, иә. Вот, иллюзияда өмір сүрмеңіз, өзіңізді алдамаңыз. Кез келген түскен информацияны өте мұқият талдап, қарастырып, жан-жақты қарау керек, білу керек, тану керек. Және де интуицияда кейбір жерлерде сену керек, кейбір жерлерде сенбеу керек деген сияқты, но мән беріңіз, иә. Ішіңіз бір жерге тартпай тұрса, бір нәрсе істеуге, онда істемей қойғаныңыз дұрыс. Қорқыныш, я, біреудің тарапынан сатқындық байқауыңыз мүмкін. Тұрақсыздық, кез келген дүниеде, қарым-қатынаста да, жеке өмірде де, белгілі бір дүниеде де, немесе жақындарыңыздың өмірінде сондай бір тұрақсыздықты байқауыңыз мүмкін. Сәтсіздіктер, я, махаббатта, жеке өмірде, тағы бір нәрселерде, жұмыстарда да бір белгілі бір кедергілер туындауы мүмкін, немесе қиындықтар, немесе біреу сіздің жұмысыңызды қиындатып жіберуі мүмкін, я. Контроль, өз-өзіңізді ұстай алмай қалып, ашуланып, прям агрессия беріп, біреуге қол жұмсап қойып, сондай сияқты болмасын, потому что полностью өз-өзіңізді басқарыңыз. Стресс салып, тіпте сізде жаңағыдай нервный бір нелер, стресстен жаңағы жағдайлар болуы мүмкін, нерв жүйелеріңізге зақым тиюі мүмкін. Жүрегіңізді байқаңыз, тағы да не, қан айналым жүйесі, ас қорыту жүйесін байқаңыз. Және де шамалы болсанда бұл жерде тұрып қалу бар сізде. Өміріңізде бір белгілі бір нәрсенің алдында бір тұрып қалу болып тұр. Бір үлкен өзгеріс болайын деп тұр, бірақ тағдыр сізді полностью толығымен сынап тұр. Вот қаншалықты сіз деңгейде шыдай аласыз сол сынаққа, шыдай аласыз ба, алмайсыз ба, әлде беріліп қоясыз ба, ол сол жағынан сізді сынайды тағдыр. Сондықтан да мұқият болғаныңыз дұрыс, иә. Іштегі сырыңызды ешкімге айта бермеңіз, жоспарларыңызбен ешкіммен бөліспеңіз. Біреуге ақша қарызға беруге болмайды, біреуден ақша қарызға алуға болмайды, несие алуға болмайды, ойын ойнауға болмайды. Азарт дүниелерден сақ болыңыз.
Енді последний карта, соңғы картада бұл жерде не айтылып тұр? Бұл жерде сізге осы бір тығырықтан шығудың барлығына көмектесетін бір адам бар. Сіз өзіңіздің арқаңызда істей алмайсыз. Мүмкіндігіңіз өте аз, потому что сізде қазір жол көріп тұрған жоқсыз. Сіз бір білмей тұрсыз не істеріңізді, қандай әрекетке баратыныңызды. Но ешқандай уайымдамаңыз, мойымаңыз, сізде өмірде бір үлкен өзгеріс болады, және сол өзгеріс жақсы жаққа қарай болады. Просто сізді тағдыр сынап тұр. Және сіз қаншалықты деңгейде ол сынаққа шыдай аласыз, өте бір шыдамсыздық танытып кетпейсіз ба? Вот соған да байланысты өміріңіздің қай бағытқа өзгеруі. Бірақ енді өміріңізде бір адам көмегін береді. Егер сіз көмек беремін деп айтып жатса, мысалға шын әрекетін көріп тұрсаңыз, ол адамның шын ниетін көріп тұрсаңыз, ол адамнан міндетті түрде көмекті алу керек, ол адамның қолын итеруге болмайды. Болмайды, потому что сізге ол көмек керек, кәдімгідей керек. Және де қаншалықты деңгейде сіз ол адамның көмегін пайдалана аласыз, соған да байланысты. Или болмаса, мынау сіздің жақыныңыздың басынан өтіп жатқан белгілі бір процесс, қиындық, сіздің көмегіңіз керек ол адамға. Мысалы, біреуіңіз балаңыз, біреуіңіз туысқаныңыз, біреуіңіз тағы бір жақын адамыңыз, ағаңыз, ініңіз, анау мынау деген сияқты. Енді бұл жерде бұл карта бойынша мен айтатыным ақшалай көмектің келуі, сізге ақша жағынан белгілі бір процестер болып тұр, тоқтап қалулар болды, немесе бір кішкентай қиындықтан шығып кетуі мүмкіндігі бар, бірақ енді біреудің арқасында ғана шығасыз, өзіңіздің арқаңыздан емес, материалдық көмек спонсорса, немесе біреу сізге қолдауын көрсетеді, сіз үшін бір айтып жібереді, көмектесіп жібереді, жол көрсетіп жібереді. Барлығы сіздің қолыңызда. Сіз сол адамның көмегін қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба, соған байланысты. Денсаулығыңызда да белгілі бір жағдайлар шамалы сыр беруі мүмкін. Сырттан келген көмекті итермеңіз. Сізге, потому что сол көмек керек, сол көмектің арқасында ғана сіз аяғыңыздан тұрып кете аласыз. Сізді өткені тағдыр сынап жатыр. Итак, сізді көре алмайтын, сізге кедергі келтіріп жатқан адамдар жетерлік. Сондықтан да көмек берем деген бір адам болса да, сол адамның қолынан ұстап көмегін алыңыз. Міне осындай сіздердің айлық жорамалдарыңыз. Енді мына карта өзінше бір шықты да, мыналардың бәрі шамалы уайымдататындай карта. Но сізде бұл неде вообще айда бір жерден екінші жерге аттау. Яғни бір кезең, өміріңіздің бір кезеңі қалады, өміріңізде бір үлкен өзгерістер болады, және сол өзгерісті сіз қаншалықты деңгейде қабылдайсыз. Қабылдай аласыз ба, ала алмайсыз ба? Соған да байланысты болайын деп тұр. Сәттілік тілеймін сіздерге. Міндетті түрде жазып кетіңіздер, қаншалықты деңгейде болды, не болды бастарыңызда, не өтті. Және де 24 жылдың жорамалын көргісі келетін жандар барлығы менің инстаграм парақшама жазсаңыздар болады. Әлі түсірілу бастаған жоқ, бірақ егер көп болатын болса, көргісі келетін адамдар, онда түсіруді бастаймын. Апталық жорамалда кездескенше сау саламатта болыңыздар.